Күріш пен күрмек. Күріш пен күрмек қатар өсті. Бір қарағанда екеуі бір-біріне қатты ұқсайды. Бірте-бірте күріштің дәнегі толысып, басы иіле берді. Ал күрмектен бұл өзгеріс байқалмады. Жеңіл басты күрмек шолтаң-шолтаң етіп шошайып тұрды. Дәл осы уақытта күріштен күрмекті ажырату оңай еді. Бір күні бір топ бала атыз-атызды аралап, арам шөп іздеп жүгірді. Теңіздей жайқалған күріш ішінде бастары қақиған боз қауыз күрмек көзге оңай түсті. Балалар оларды шетінен жұла бастады. Мұны көрген бір күрмек лезде басын бұғып күріштің көлеңкесіне тығыла қалды. Сөйтіп, балалар күрішті күрмектен айыра алмай қасынан өтіп кетті. Күрмек күрішпен іштей бәсекеге түсті. Оның бар қадір-қасиеті топ-томпақ қауызында екенін түсінді. Мен де дән берем. Мына телеге теңіздей болған суды ішемін де, қауызымды томпайтамын, деп тойғанына қарамастан суды сіміре берді. Бірақ ол суды қанша сімірсе де, талғамсыз ішкен су бойына сіңбеді. Қауызы піспеді. Күз түсіп, күріш жинау кезеңі басталды. Алып темір машина келіп, күрішті судай сорып алып кете бастады. Бұл көрініске күріш мыңқ етпеді. Ал қорқақ күрмек басын бұғып қалды. Бұлай қорқа берсе, күріштің жұртында жалғыз қаларын сезді. Бір-екі рет оқталып еді, жүрегі құрғыр аузына тығылып бағынбады. Ақыры өзін өзі жеңді. Көзді басып, мойынды созып, нар тәуекелге барып тұра қалды. Сол-ақ екен, алып машина күрмектің қылтиған мойын қылқ еткізіп, бір басып жұлды да кетті. Бәрі бітті-ау, деп күрмек бір демін алды. Жайлап тарс жұмған көзін ашты. Сонша қорқатында ештеңе жоқ екен. Таудай үйілген күріштің үстінде шалжиып жатыр. Айнала аппақ ақ күріш. Бәрі көңілді. Машина ішінде сабақтарынан жұлынып жатса да бақытты. Күрмектің бұрынғы жеңілдігі жолда қалып, сабағынан үзілген соң қаңбақтай өзі бар да, салмағы жоқ күйге түсіпті. Күріш арасына кіріп үлгермесе, лүп еткен жеңіл жел өзін ұшырып әкететін сезе қойды да, қуыс тауып кіріп кетті. Алып машина дарылдап барып бір жерге тоқтады да, таудай күрішті жерге төкті. Судай аққан ауыр күріш арасында жеңіл қалықтаған қауыз күрмек тағы да күріштің бетіне ұшып қонып әрең қонды. Жап-жарық алаң. Айнала адам. Күрмек ата жауы екі аяқты адамды көріп шошып, күріштің арасын қылдай қолымен аршып, оңай жасырынды. Енді күрішті бірнеше адам қаптай бастады. Адамның әрекетін алыстан жіті бақылаған күрмек өзіне қапқа түсу қиын болмайтынын сезді. Сөйтіп, бір қапта көп күрішпен бірге алысқа сапар шекті. Өзі кіп-кішкентай болса да, бұл күрмек бір қапқа сыймай келеді. Күрішті томпақ деп тілдеді. Күріш күрмекті арық деп аяды. Машина бір жерге тоқтап, екеудің ерегесі кілт тынды. Олардың тоқтаған жері кәдімгі адамдар тұратын үй еді. Мазасыз күрмек: «Қайда келдік? Неге тоқтап қалдық?» деді. Сол-ақ екен, бір әйел қаптың аузын ашып: «О, мына күріштің аппағын-ай! Ақ алтын десе ақ алтын екен өзі!» деп риза болып, күрішті ыдысқа сала бастады. Бірақ күрмек туралы бір ауыз сөз айтпады. Күрішті ығыстыра ыдысқа енген күрмек мына әйелдің өзін елемегеніне қатты ашуланды, ренжіді. Әйел күрішті сумен жуа бастады. Кенет ол көп күріш арасында жүрген
бір түйір күрмекті көріп қалды. «Ой, мына күрмек қайдан жүр? Алып тастайын өзін», дегені сол еді. Күрмектің ашуы лезде басылып, зып етіп кір шарасына кіріп кетті. Әйел кір шарасын қанша аударып қараса да, күрмекті таба алмады. Қу күрмек ұстатпады. Зып етіп олай қашып, бұлай қашып, қолға түспеді. «Жарайды, сумен шайылып кетті өзі», деп әйел бір табақ күрішті жуып, ыстық қазанға салды. Сол-ақ екен, күрмектің зәресі ұшты. Жанталаса үстін басып қалған ауыр күрішті итеріп, қазанның аузына ұмтылды. Бірақ бәрі кешеді. Қазанның дәу ауыр қақпағы салдыр етіп жабылды да қалды. Қараңғы түнек қаптады. Қазанның асты ысып, күрішті ұйқы қысып, маужыратты. «Сендердің бар көздегендерің осы қазанға түсу ма?» деп айғайлады күрмек. «Я, адамға қызмет ету», деп күріш есінеп барып ұйықтап кетті. Қауызында ештеңе жоқ, құр күрмек ұйықтай алмады. Бір уақытта алып қазанның аузы ашылып, әлгі әйел қалың ұйқыдағы күрішті одан бетер еркелетіп табаққа салды. Суық жерге шығып, күрмек жанданайын деді. Күріштің ендігі сапары қалай болатынын көргісі келді. Әдемі дастархан, үсті толған тәтті тағам, ортаға піскен күрішті қойды. Балбыраған күріш арасынан сығалап қараған күрмек шағын қасыққа түсіп, адамның аузына кетіп жатқан күрішті біраз бақылады. Ақыры оны «Күріштер адамның аузында не істейді?» деген қызығушылық жеңді. Қасыққа әдейі түсіп, көп күрішпен бірге ауызға енді де кетті. Көзге түртсе көрмейтін қап-қараңғы әлем. Заулап, күрішке еріп күрмек келеді. Нақ осы кезде күрмектің көзі қарауытып, есінен адасайын деді. Қанша жанталасып есін жоғалтпауға тырысса да болмады. Күрмек бәрінен жеңілді. Ол енді одан арғысын еш уақытта есіне түсіре алмайды. Ендігі өзгеріс адам бойында пайда болды. Тәкаппар, өзімшіл, мақтаншақ, ашуланшақ, ренжігіш, сонысына қарамай қорқақ күрмекті жеген адам дастархан үстінен өзгеріп тұрды. Оған айнала сүрең тартқандай көрінді. Қаптағы ақ күрішке көзі түсіп, «Мына өзі сұп-сұры күріш екен ғой», деп оны қолымен ысыра салып, арғы бөлмеге шығып кетті.